Ассалаумағалейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып осы Американың қалаларының көшелерінде адам көрмейсіздер. Мысалы Алматыда болсын, Астанада болсын, қай бір қалада болсын, бізде көшелерде адам көп жүреді ары бері. Ал бүгін мысалы сейсенбі күн, жұмыс күні мысалы. Мына Лос-Анджелестің орталығы міне. Адам жоқ. Жексенбі күнде осындай, жұмыс күнінде осындай. Адам таппайсыз. Сөйтсем тек Лос-Анджелесте емес, бүкіл Америкада осындай адам көрмейсіздер. Кешке қарай бір ресторандар болады, ресторандар жаңағыдай тамақ ішетін жерде адамдар жүреді ары бері, жастар көбінесе. Балмұздақ жейді жаңағыдай, сыра ішеді. Тамақ жейді дегендей, қыдырады. Көбінесе сол студенттер, мектепте оқитын балалар, жастар да. Сәл олардан сәл үлкендеу адамдар жүре бермейді. Көрмейсің соларды. Сирек бір оқта-тәкте бір көріп қаласың. Неге ондай деп жаңағыдай таң қаламды сөйтсем, көбінесе үйінде отырады, болмаса Америкада ит ұстайды көп адамдар. Сол үйдің қасында иттермен жүреді ары бері. Екен олар көліктері болады көбінесе әрбір үйде. Сол көліктеріне мінеді да сөйтіп мұхиттың қасына барады, жағалауына. Болмаса тағы бір әдейі қыдыратын жерлерге барады, абылай көшеде солардың жүріп атқан көре бермейсіз. Неге ондай екен? Адам жоқ, адам көрмейсіз. Ондай не жоқ, үйренбегенде ондай қалар. Көбінесе үйінде болады, некен жұмысына барады. Қазір мына айтпақшы, мына автобустар жүріп атыр, бос барлығы. Негізі бір билет $1.75 тұрады. Сөйтіп жақында баламды күреске қатыстырып жібергім. Сол жаттығуына бара жатқанда ақша салып жібергім қалтасына. Автобуспен барып келеді. Сөйтіп бірінші рет барған күн айтады, бір тиын жаратқан жоқпын дейді. Қазір пандемия болғаннан кейін тегін дейді да бүкіл автобус. Білмеймін, метрода бар негізі. Метрода ақысыз ба, қазір соны білмедім. Бірақ ақысыз сияқты, өйткені көліктің төлемі бір жүйе болып есептелінеді. Мысалы бір проездной алғаннан кейін автобусқа да метроға да қолдана бересіз. Мына тікұшақ дейді ғой, вертолет. Өте көп. Түнде де ұшады, күндіз де ұшып жүреді. Полиция бар, медиктер бар, жекеменшік тікұшақтар бар. Одан кейін құтқарушылар бар, яғни әскери. Өте көп ұшып жүреді. Мына нелер бар ғой. Орысша вертолет дейді. Сол адам көрмейсіздер. Өте сирек. Неке мына үйсізділер бар ғой, үйсіз жүретін адамдар. Бомж дейді орысша. Солар көп жүреді. Үйі жоқ адамдар. Ал нені кәдімгі үйі бар адамдарды алатын болсаңыз, олар көп жүре бермейді. Көрдіңіздер ма? Адам көрмейсіз. Адам жоқ. Бұл мәселеде еліңді сағындыруға апаратын мәселе. Еліңді аңсап кетесің.
өз еліңді көргің келіп көшелерде адамдардың жүргенін көргің келеді. Сондай ағайын. Өз еліңде ырысың болып өмір сүріп атсаң, соған ешнәрсе жетпейді екен. Соны бағалаңыздар. Өз еліміздің қадірін білейік. Өкіметке наразылық көп әрине. Экономикалық жағдай мәз емес. Бірақ оны әңгіме қылмасақ, елге жететін ешнәрсе жоқ, атамекенге бар ғой. Соны түсіндім мен. Ал жарайды, арнамда қалыңыздар, сәлем айтыңыздар бәріне, сау саламат болыңыздар.